Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер менің каналыма. Мынада әдемі бақ-бақ гүлін жасайтын боламыз. Алдымен ұнаса лайк басып кетіңіздер. 7-8 дана темір сымын аламыз. Бақ-бақ гүлін жасау үшін алдымен көбіктен жасалған фоамиран қағазын қолданатын боламыз. Фоамиран қағазын өлшегіш линейкамен ені 3, ұзындығын 50 см қылып қайшымен қырқып аламыз. Осыны алып, екеуінің ортасынан бүктеп, өзімізге оңай болу үшін бірге қайшымен қырқып шығамыз. Бақ-бақ гүліміздің жаңағы жапырақтары. Осыны аяғына дейін қайшының көмегімен қырқып шығамыз. Ұнап жатса, әрине тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұранамын. Мінекей біздің гүліміздің жапырағы дайын болды. Енді осыны сымның көмегімен, ыстық клейдің көмегімен және де осыны клейлеп, дөңгелетіп, аяғына дейін клейлеп шығатын боламыз. Өздеріңіз осыны істегілеріңіз келсе, өздеріңіз білесіздер. Үлкенірек бақ-бақ гүл жасайсыздар ма? Бір көлемде жасайсыздар ма? Негізі мен өзім 50 см кесіп, ені 3, ұзындығын 50 см қылып алдым. Өздеріңіз жаңадан өніп келатқан бақ-бақ гүлді кішкене осыны көлемін емес, жартылай 25 см қылып алсаңыздар да болады. Енді осыны клейлеп шықтық. Енді осының бетін тегістеп қайшымен қырқып шықтық. Енді осы кішкене шырпының көмегімен бақ-бақ гүліміздің жапырақтарын қайырып аламыз. Мінекей қайырылды. Қараңыздар, бақ-бақ гүлдің өзіне кішкене тура құсап қалды. Бақ-бақ гүлімізді кішкене орталарын ашып алдық. Енді бізге осы жасыл фоамиран қағазын кішкене жұқа қылып, ұзын қылып қырқып аламыз. Бұл бақ-бақ гүліміздің сабағын жасайтын кішкене жіп қылып алдық. Кішкене созып сабағын дайындап қоятын боламыз. Енді бізге бақ-бақ гүліміздің гүлінің түбіндегі орналасқан жапырағын қырқып аламыз. Екі жағы да 6-6 сантиметрден өлшеп қырқып алдық. Өздеріңіз кішкене көріп отқандай, біліп отқан шығарсыздар, осы бақ-бақ гүліміздің астындағы жапырағы. Бұл жапырағымыздың кішкене ірі қылмай, жұқа қылуға тырысыңыздар. Сонда гүліміздің астындағы жапырағы кішкене әдемі, сүйкімді болып көрінеді. Енді бұл жапырағымыздың ұштарын кішкене қолымызбен қайырып созып аламыз. Алдымен көріп, ортасын тесіп көріп аламыз. Енді бақ-бақ гүліміздің түпкі жағы кішкене 4 бұрыш болып тұр. Осыны кішкене қайшымен дөңгелетіп қырқып алдық. Енді осы бақ-бақ гүліміздің түбін ыстық клейдің арқасында бір-біріне жабыстырып, мінекей жабыстырып қойдық. Енді бізге бақ-бақ гүліміздің түбінде шыққан ұзын жапырағын көлемін өлшеп аламыз. Кішкене макетін кесіп дайындап қойдым. Осы қаламның несімен өлшеп, сызып 3-4 дана қылып қырқып алатын боламыз. Мінекей жапырағымыз дайын болды. Енді темір сымдардың көмегімен
осы жапыраққа жапсыратын боламыз. Алдымен сымды алып, осы жаңағы дайындаған кішкене қырқыбаған фоамиран қағазын орап шығып, кілелеп шығатын боламыз. Сонда темірдің өзі көрінбей, кәдімгі жасыл түсті қылып артына жабыстырып қоятын боламыз. Мінекей ортасына ыстық кіледі құйып, енді жаңағы дайындаған темірімізді жабыстырып қоямыз. Сонда біздің жапырағымыз қақиып, кәдімгі тірі жапырақ сияқты болып көрінетіндей қылып. Мінекей енді бақ-бақ гүліміздің сабағын қоршап шығамыз. Бақ-бақ гүлдеріміздің мінекей қараңыздар, дайын болды. Үлкені де, кішкентайы да жаңадан ашылып келе жатқанында дайын болды. Жапырағымыз да дайын болды. Сіздерге тез-тез көрсету үшін бәрін дайындап қойған жайым бар. Енді осы бақ-бақ гүлімізді қай жерге орнатамыз, соның ыдысын жасайтын боламыз. Алдымен пластмас ыдысты алып, енді осыны астыңғы жағын ыстық кілемен кілелейтін боламыз. Енді шет-шетін кішкене сұлу қылып, жеріп алып, кілемен жабыстырып шығамыз. Өздеріңіз білесіздер, қандай ыдыс алам десеңіздер де, осыны шетін кәдімгідей ұнаған фоамиран қағаздарыңызбен қоршап қойсаңыздар болады. Енді осы фоамиран қағазымыздың кішкене қалдықтарын осы ыдыстың ішіне кілелеп қоямыз. Осындай қалдықтарды көзіміз қимайды тастағанға, негізі тастамай осындай керекті нәрселерге қолдансаңыздар болады. Мінекей біздің ыдысымыз дайын болды. Енді біз алдымен бақ-бақ гүліміздің түбіндегі жапырақтарын орнатып кілелейтін боламыз. Осы видеоны көріп отырсаңыздар, фоамиран, азелон деген осындай көбіктен жасалған қағаздарды заказ беріп, аналарыңызға, қарындастарыңызға, сүйіктілеріңізге сыйлыққа тапсырсаңыздар, өте таптырмас сыйлық деп ойлаймын өзім. Енді біз бақ-бақ гүлімізді ыстық кілейдің арқасында осы жерге кішкене кілелеп қоямыз. Кішкене қолыңызбен 5-10 минут кішкене күтіңіздер. Осы кілейдің кішкене кепкенін күтсеңіздер, үстіп гүліміз қақиып тұратын болады. Бақ-бақ гүліміздің анық толық ашылғандарын алдымен кілелеп алдық. Енді біз бақ-бақ гүліміздің жаңадан ашылып келатқан және де түйіндеп атқан бәрін сіздерге оңай болу үшін тезірек көрсетіп атқан жайым бар. Жаңадан түйіндегендерін бәрін дайындап қойдым. Мінекей кішкене жаңадан ашылып келатқаны, толық ашылғандарын бәрін кәдімгі бақ-баққа құсайтындай қылып жасаған жайым бар. Енді осы біздің гүліміздің бәрі дайын болды. Енді қалған-құтқан жапырақтарымыздың бәрін, жапырағын кішкене қайшымен майдалап қырқып алдық. Енді түбіне кішкене ыстық кілейді құйып, үстіне жаңағы кішкене майда қоқымымызды сеуіп шығамыз. Бақ-бақ гүлім дайын болды. Менің еңбегімді бағалай кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет.